Армысыздар ағайын. Бүгін еліміздегі жоғарғы білім беру мәселесін талқылаймыз. Мейманымыз Қазақстан Республикасы білім және ғылым вице-министрі Такир Балықбаев. Қош келдіңіз. Қайырлы күн. Ал құрметті көрермен, жаңа айтқандай біз тікелей эфирдеміз. Телефонымыз 253710. Хабарласып, телефон шалуға толықтай мүмкіншіліктеріңіз бар. Такир бауырым, біріншіден сайлауға дайындық қалай болып жатыр өзі? Жеке өз басыңызды мен сұрап отырмын. Бүгін ғана осы арнайы телефондарымызға хабар келді. Оның алдында сайлау учаскесіне барып, өзіміздің бар жоғымыз тексеріп, толық дайын отырмыз. Құдай қаласа. Мен де сұрайын дегенім сол. Тізімде барсыз ғой? Барымыз тексеріліп, бәрін анықтап қойдық. Ал енді мынау бір ай арасында балдарымыз, қыздарымыз мектеп бітіреді. Бірыңғай тестке қатысады. Менің ең бірінші сұрағым мен өзім. Осы дайындық қалай жүріп жатыр осыған? Жылда осы әртүрлі бір себептер болып жатады ғой. Енді шынында да бұл қазір осы бір айдан кейін, шындығында мамырдың 25-нен кейін, осы маусымның 1-нен басталатын ұлттық бірыңғай тест біздің биылғы мектеп бітіретін балаларға арнайы тағы да жылдағыдай бір сын ғой. Өйткені ол мектеп бітіру емтиханы және сонымен бірге қабылдау емтиханы. Оған дайындық биыл ойдағыдай. Неге десеңіз, біріншіден арнайы ұлттық бірыңғай тест өткізетін өткен жылғы 155 пунктке биыл тағы да 15 аудан орталықтарында арнайы орындар дайындалып отыр. Ол жаңағы біздің талапкерлердің мүмкіндігіне, алыс жерге бармай сол тапсыру мүмкіндігіне. Толығымен бүгін тест тапсырмаларының 20-30% жаңарып бітті. Технологиялық жағынан басқа 20-30% дейсіз бе? Иә, жылда 20-30% жаңарып тұрады тест тапсырмаларының. Сонымен бірге технологиялық жағынан бүкіл дайындық бар. Сондықтан жергілікті жерлерде енді біздің қазір істеп жатқанымыз арнайы сол тест өткізетін арнайы комиссияларды құру. Бүгінгі таңда жаңағы талапкерлердің барлығы мектеп бітіретіндер сол жаңағы арнайы базаға өтініш жазып, оларды компьютерге енгізіп жатыр. Сонымен толық дайындық бар деп айтуға болады. Осы сәуір айының соңында біз биылғы жылы тестке қанша бала қатысатынын білетін боламыз. Одан кейін ары қарата сол балалар маусым айында тест тапсыратын болады. Жақын арада осы білмеймін, кім шешім қабылданған ұялы телефон бұрын осы көп болатын еді ғой. Енді қазір оны сіздер тексермейтін болсыңдар, мен естігенім оқығанымды айтып отырмын. Ұсталынды ма, шығарып жібереміз дейсіздер. Солай ма, олай емес пе әлде? Енді бұл жерде үлкен мәселе бар. Тексеру болады. Тексеру болмаса енді болмайды, өйткені қанша дегенмен балалар кіргенде. Бірақ өкінішке орай балалар сол кіргеннің өзінде әлі де болса тәртіпті бұзғысы келеді. Әртүрлі жолдармен алып өткісі келеді. Егер ондай өтіп, одан кейін аудиторияда сол телефондар табылып жатса, онда сол жаңағы біз мектеп бітіруші, ол өзі жауап беретін болады, сондықтан оны емтиханнан шығаратын боламыз. Оның нәтижесінің бәрі толығымен жойылатын болады. Осыны біз түсіндіріп айтуымыз керек қой, көрермендерге, ата-аналарына ескертуіміз керек деп мен өзім ойлаймын. Өте дұрыс айтасыз. Шындығында біз бұны айтып ескертуіміз керек. Бұл сұрағыңызға сізге рахмет. Өйткені ата-аналарға, ең біріншіден талапкерлердің өзіне, мектеп бітіретіндерге айтатынымыз, бүкіл осы тесттің нәтижесі өздерінің балалардың еңбегі. Сондықтан сол 11 жыл оқыған еңбегі толыққанды дұрыс өту үшін оған қосымша бір қиындықтар жасап, әйтпесе жаңағыдай жағдай тудырудың қажеті жоқ. Баланың біліміне сеніп, сол біліммен бәрін тапсырып шығу керек. Егер жаңағыдай бұзып, ертең тағы да қиын болып жатса, оған өздері күнәлі болып шығады. Сондықтан менің ойымша бұл жерде ата-аналар да, балалар да толық ережеге сәйкес тапсыру қажет деп ойлаймын. Қандай мамандықтар биыл бізге өзіңіздің бұра елбасының ұсынысы бар шығар, жолдауға байланысты қандай мамандықтарды біз дайындаймыз осы? Енді бізде шындығында біздің жоғарғы оқу орындарында, бізде республикада 125 жоғарғы оқу орны бар. Ол жоғарғы оқу орындарында республикада бүгінгі таңда экономикаға қажетті барлық саладағы мамандықтар дайындайды. Бірақ олардың ішінде, мысалы, мемлекеттік тапсырыс грантқа келетін болсақ, биылғы жылы бізде 32.160 грант жоспарлап отырмыз. Сол гранттардың ішінде басым көпшілігі деп айтуға болады, 40%-ден астамы техникалық мамандықтарға. Енді қазір белгілі, елбасының ең бірінші қойып отқан еліміздегі талабының біреуі біздің ел индустриялық инновациялық жағынан дамуы қажет. Сондай арнайы бағдарлама бар. Сол себепті сол бағдарламаларға қамтамасыз ету үшін бүкіл мамандықтардың 12 мыңнан астам грант
40%-дан астамы сол жаңағы техникалық мамандықтарға берілетін болады. Одан кейін енді бүгінгі көп талап 5200 орын педагогикалық мамандықтарға тапсырыс болынады, медициналық мамандықтарға, медициналыққа 4000-дай, ауыл шаруашылыққа 2600-дей, одан кейін басқа мамандықтарға сондай гранттар бөлініп отыр. Но егер студенттер санына келетін болсақ, ондай жағдайда осыған қосымша ақылы түрде бізде балалардың көп оқитыны әлі де экономикалық және заң мамандықтары. Ол туралы жылда айтып жатырмыз, ондай мамандар қазір көп деп, бірақ қазір мынау жаңа талапкерлердің ішінде де оған көпшілігі бармайды деген кепіл жоқ. Көбісі соған талпынады. Ол бір жағынан біздің мынау жас талапкерлерді мынау бағдарлама, жаңағы кәсіптік бағдарлама жағынан дұрыс түсіндірмегенде де шығар деп ойлаймыз. Сондықтан онда айтып кетуге болады. Шындығында мемлекеттік гранттардың басым көпшілігі техникалық мамандықтарда. Ол себебі не деп ойлайсыз? Мына математика пәндерінен кішкене білімі аз ба, әлде мынау заң және экономика саласында басқа бір артықшылықтар бар ма? Соған байланысты ма деп ойлаймын мен. Енді бұл жерде әрине оған да байланысты, өйткені қанша дегенмен заң қызметкерлерінің бүгінгі еліміздің халықтың алдындағы беделді, одан кейін көріп отқан жаңа істеп жатқан қызметін білгендіктен оған тартынады балалар. Одан кейін экономика саласында бізде қазір мынау қаржы саласында, банк саласында, сонымен бірге менеджментте жақсы жұмыс істеп, жақсы жетістікке жетіп жүргендердің көрсеткіштерін көргеннен кейін жастар соған талпынуға тырысады. Дәл сондай болғысы келіп. Әрине бұл жерде бір қатты қателік бар деп айтуға болмайды. Бірақ барлығы сондай деңгейге жете алмайтынын жастар түсінбейді. Сондықтан әрине бүгінгі таңда бізге өзімізге сұраныс көп болатын техникалық, немесе жаңа педагогикалық, немесе медициналық мамандыққа барғандарды дұрыс деп ойлаймыз. Ол айтуыңыз өте орынды ғой. Мынау кәсіп техникалық әртүрлі мамандықтардың барсаңыз, кітаптан басқа ештеме жоқ. Техникалар болса, ол жерде әлде ол ескірген техникалар болуы мүмкін. Осыған байланысты емес пе? Енді ол да мүмкін. Өйткені қанша дегенмен анау жаңағы жас талапкер келгенде ол бірінші, қай жерде болса да, сыртқы түріне қарайды, барлық жағдай мүмкіншілігіне қарайды. Өкінішке орай біздің кейбір жоғарғы оқу орындарымыз немесе жаңағы арнайы техникалық кәсіптік оқу орындарында лабораториялық базалар төменде болып жатыр. Бірақ оны қазір біз жаңартып жатырмыз. Мысалы, сол жаңартудың үлкен мәселесі биыл өткен жылы елбасының нұрлы жол бағдарламада айтқан біздің 10 жоғарғы оқу орнына алдағы 3 жылда 10 миллиард теңге қаржы бөлініп, солардың материалдық лабораториялық базасы күшейетін болады. Сонда бұлардың деңгейі жоғары болып, оған әрине ертең балалардың талпынысы көбеюі мүмкін. Енді мына дуалды оқыту жүйесіне көшсек, осыған байланысты жақын арада елбасы осы мәселені көтерді. Бұл Германияның опытын алған екенсіздер, солай ғой деймін? Осыған байланысты сіз тоқтап айтып кетсеңіз осы мәселені. Бұл мәселе шындығында өте бір маңызды мәселе. Неге десеңіз, мынау жаңағы жас, әсіресе кәсіптік техникалық білімде жас маман, ол оқуды бітіріп шыққанда, ол нағыз маман болып шығу керек. Және кәсіпорында қайда жұмыс істейтінін біліп, сол жерде алдын ала жұмыс істеу тәжірибесі болып шығу керек. Сол себепті әлемдегі озық үлгілердің біреуі, ол жаңа өзіңіз айтып отқан Германияда дуальдік оқыту жүйесі. Біз бұл оқыту жүйесін өзіміздің білім беру саласына енгізіп жатырмыз. Қазір 200-ден астам колледждер осы дуальдық оқыту жүйесімен жұмыс істеп жатыр. Бірақ бұл жерде қандай мәселе бар? Бүгінгі таңда кәсіпорындар мен сол оқу орындарының арасындағы байланыс заңды түрде толық негізі жоқ. Сол себепті елбасының тапсырмасымен біз қазір Қазақстан Республикасының білім беру заңына дуальдық оқыту жүйесін арнайы енгізіп жатырмыз. Егер ол заңға енетін болса, одан арнайы ереже қабылдап, содан кейінгі негізгі ұсынысымыз мынау оқушылардың тәжірибелік оқуының, өндірісте оқитын оқуының 60%-дан кем емесі сол өндірісте істеуі қажет деген ұсыныс өтіп жатыр. Ондай болатын болса, біздің жастарымыз практикалық жағынан дайындығы өте жоғары болады деп ойлаймыз. Және кәсіпорындармен бірге дайындайтын боламыз. Бұның артықшылығы осында деп ойлаймын бір жағынан. Жоғарғы оқу білім бітіріп алып, жұмыс жүргендер бар. Осыған байланысты мынау дуальды оқыту өте тәжірибесі. Әрине, дуальды оқыту және мына практикалық оқыту, практика базаларында біз қазір енгізіп жатырмыз. Олар өте қажетті нәрсе. Сонда ғана біздің жаңағы талапкерлер
сондай үлкен деңгейге жетуі мүмкін. Бірақ өкінішке орай, шын айтып отқаныңыз рас, бүгінгі таңда жоғарғы білім алып, бірақ жұмыс таба алмай жүргендер де бар. Біздің былайынша енді өзіміздің ақпаратымыз бойынша біздің мектеп жоғарғы оқу орнын бітіргендердің жоғарғы оқу орындарының ақпараты бойынша 80%-нан астамы қазір жұмысқа орналасты дейді. Біз соны қазір еңбекпен қамтамасыз ету орталығымен тексеріп шықтық. Сөйтсек 70%-ға шамасы, енді ол тест түрінде әлі тексеру, биыл толығымен енгізетін боламыз осыны. Сонда 70%-ға жуығы жұмысқа орналасыпты. Ол жақсы, ол әлемдік деңгейде жақсы көрсеткіш негізінде. Бірақ енді оның ішінде өз мамандығымен орналасты ма, жоқ әлде басқа мамандыққа орналасты ма. Одан кейін сол орналасқандағы оның жаңағы айлық жалақысының деңгейі қандай. Оның бәрі әлі зерттеуді қажет ететін нәрсе. Шындығында бұл жерде біздің қазіргі заң түріндегі істеліп отқан нәрсе мынандай. Келесі жылдан бастап педагогикалық мамандықтарға грантпен түскен балалардың бәрі 3 жыл бойы арнайы жеке бөлініп барып жұмысты істеп шығу керек. Біздің айтқан жерімізге. Одан кейін 16 жылдан бастап ветеринария мамандығына, 17 жылдан бастап медицина мамандығында түскен балалардың бәрі сол жаңағы арнайы бөлініп барып жұмыс істеп, содан кейін 3 жылдан кейін ғана еркін жұмыс істеуіне болады. Бұрын ғана бөліп жұмыс істейтін жүйе секілді ғой. Яки мамандықты қалай деп айтсам, дайындау емес, мамандықты қай мамандық таңдау. Таңдау, иә. Таңдау. Осыған бір сіздерді министрлікте жұмыс жүргізіліп жатыр ма? Енді бұл жерде үлкен, шындығында бұл өзі бір үлкен мәселе. Бізде қазір ондай жұмысты көбінесе жүргізетін жоғарғы оқу орындары. Өздерінің мамандықтарын көрсетіп, одан кейін сол мамандықтардың ерекшеліктерін көрсетеді. Оған қосымша мектепте арнайы сол жаңағы кәсіптік бағдарлау, сондай жұмыстар бар. Бірақ қазір бізге сондай тапсырма беріліп отыр, осы бағытты біз күшейтуіміз қажет. Өйткені бізде бүгінгі таңда алдағы уақытта мектеп бітірген балалардың бүгінгі таңда басым көпшілігі жоғарғы оқу орындарына кетіп жатыр. Шындығында өндіріс орындарына, кәсіптік техникалық оқу орындарын бітірген мамандар керек. Жұмысшы мамандар, орта буынның мамандар. Сол себепті қазір бұл жұмысты біз бұдан ары жалғастыратын боламыз. Бізде сонда бір құмарлық бар. Міндетті түрде жоғарғы білім алуымыз керек. Балдарымызды, қыздарымызды соған, одан кейін қайда жұмысқа барады, оны әрі қарай өз шешеттегенге келтіреміз. Ол рас, енді ол шындығында қазақтың қанында бар деп айтса болады. Өйткені ұлы Абай айтқан кезінде, бұлардың бәрі біздің интернатта оқып жүрген балалардың көбісі не тілмәш, не адвокат болғысы келеді деп. Сондықтан өзі енді бір ұлттық қасиетте бар шығар. Одан кейін ата-аналар әрине балаларының жоғарғы білім алып, жоғарғы деңгей болғанын жақсы көреді. Оның әрине нәтижесі де дұрыс болады, но бірақ жаңағы жұмысшы мамандықтың бүгінгі таңда көп сұранысқа ие болатын балалар біле бермейді. Телефон сұрақ бар екен, тыңдап отырмыз, айта беріңіз. Қоя беріңіз сұрағыңызды. Алло. Иә. Саламатсыз ба? Мен Көкшетау қаласынан беріп тұрған Бек Мырзаевпын. Менің балам 2 жыл бойы кітап тапсырған. Осы Көкшетау қаласында. Бірақ енді 1 балл, 2 балл постоянно жетпей қалады грантқа. Поэтому бізде сомнение идет, понимаете, кітап тапсыру. Сондықтан менің балам Қазақстанды тапсырмай Россияға кеткісі келеді. Оқуға, медакадемияға. Егер де медакадемияға оқуға барып түсіп, бітіріп келгеннен кейін дипломы осы Қазақстан жерінде жарай ма, жұмысқа тұра ала ма келешекте ол? Рахмет, сұрағыңызға өте маңызды сұрақтардың біреуі. Неге десеңіз, біріншіден шындығында мынау кешенді тестілеу тапсыру. Енді ұлттық бірыңғай тест қой, соның жазда кешенді тест тапсыратын ол өткен жылғы бітірген балалар үшін. Ол жерде талап барлығына бірдей 50 балл, мысалы жалпы балаларға болса, немесе медицина мамандықтарына қазір 60 балға көтеріп отыр. Ол жалпы талап. 1 балл, 2 балл жетпей қалса, бала оқуға түсе алмайды, енді ол заң. Енді екінші жағынан Ресейде қазір осы балаларды шақыруға көптеген арнайы бағдарламалары бар, мемлекеттік білім гранттары бар. Біздің балалардың көбісі оған қызығып барады, бірақ оның екінші жағы бар. Бітіріп келгеннен кейін ол дипломды біздің елімізде нострификация жасау керек. Арнайы оны танылатын болу керек. Сондықтан ол жаққа барғанда да, мысалы оқып жататын болса да, белгілі танылған аккредитациясы бар оқу орындарына барып оқыған дұрыс. Но негізінде менің ойымша ең дұрысы сіздің балаңыз биылда дайындалып, тағы да өзіміздің елімізде медициналық жоғарғы оқу орындарында талаптанып көрген дұрыс деп ойлаймын.
Әке, жақын арада мен тағы да бір 9 қазақстандық университет әлемдегі үздік жоғарғы оқу орындарының қатарына еніпті. Бұл 1000 университеттің ішінде ме, әлде 5 университеттің ішінде ме, қалай деп түсінуге болады бұсыны? Бұл сұрақта енді әлемде өзі мына университеттердің рейтингін бірнеше рейтинг агенттіктері жасап, рейтингтер жасайды. Соның ішінде QS деген рейтинг агенттігі. Соның ішінде біздің жаңағы сіз айтып отқан 9 университетіміз алғашқы 800 университеттің ішінде әлемдегі. Оның ішінде мысалы алғашқы 400 университеттің ішінде Еуразия ұлттық университеті мен біздің Қазақ ұлттық университеті бар Әл-Фараби атындағы. Одан кейін 600 бен 700-дің ішінде біздің Қазақ ұлттық техникалық университеті, Қазақ-Британ техникалық университеті бар. Одан кейін 700 бен 800-дің ішінде Қазақ агротехникалық, Қарағанды мемлекеттік университеті және басқа университеттер бар. Ол 9 университет енді бүгінгі таңда біздегі барлық көрсеткішінен алдыңғы қатарда жүрген университеттер. Сондықтан олардың көрсеткіші біздің ойымызша жақсы деп ойлаймыз. Енді ары қарата әрине бәрібір біз ол университеттермен бірге олардың рейтингінің жоғарылауы туралы жұмыс істейтін боламыз. Тәке, мынау жоғарғы оқу орнына, соның үшін ұлттық университетке оқуға түсу, оқу бағасы айырмашылықтары бар. Институтқа кішкене арзандау, ұлттық университетке қымбаттау. Оның қандай критерийлерді сіздер шештіңіздер осыны? Бағасы бүгінгі күнде қанша оқуға түсу үшін? Бізде оқуға түсетін мысалы гранттардың орташа құны бір жылға 340 мың теңге. 340 мың? Иә, орташа құны. Ол жалпы, тек қана жалпы мамандықтарды алатын болсақ. Одан кейін кейбір мамандықтарға, мысалы педагогикалық мамандықтар болса, оған 100 мыңға шамалас одан қымбат. Жаңағы сіз айтып отқаныңыз дұрыс, ұлттық университеттерде оларда біз 600 мыңның шамасында қазір мемлекеттік білім гранттарының бағасы. Ол неліктен? Оның ең бірінші себебі бұл жерде жаңағы айтылып отқан ұлттық университеттердің бәрі ерекше мәртебеге ие. Сондықтан ол жерде ұстаздардың ақысына 1,75 коэффициент бар төлейтін арнайы. Содан кейін солардың қаржылық шығындарына байланысты сонда есептеліп қойылған қаржы. Сондықтан бізде өзі бірнеше градация бар. Біріншісі сол ұлттық университеттерге, одан кейін жаңа педагогикалық мамандықтар секілді и басқа жалпы мамандықтарға. Солай есептелген өзінің есептері бар. Осы соңғы кездерде айтылмай жүр, әлде мен оққан жоқпын ба? Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі туралы кішкене айтып кетсеңіз. Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі ол қазіргі бүгін біздің еліміздегі бір жақсы жаңа үрдістің біреуі деп айтуға болады. Соңғы осы 2 жылда басталған нәрсе. Негізгі оның идеясы мынау жаңағы балалардың жас кезінде солардың жоғарғы оқу орнына немесе колледждерде оқуға мүмкіндік беру үшін арнайы жинақтау жүйесі. Оны ата-аналары, балалар өте жас, 1 жастан болса да болады да, содан бастап жаңағы балаларға арнайы қаржы есеп шотын ашып, соған қаржы жинақтай беруге болады. Оның екінші мәселесі бар, ол қаржы тек қана ата-ананың жинақтаған қаржысы емес, оған мемлекет қосымша тағы да арнайы пайызбен қаржы бөлінетін болады. Оны жаңағы банктер, сол жаңағы қаржы жинақ есеп шотын ашқан банктерде солай жинақтап ашуға болады. Бүгінгі таңда осы жүйемен бізде қазір 11 мыңға тарта бала осындай анықталды. Олардың ішінде бір ерекше айтып кететін нәрсеміз, ол мынау өткен жылы Бөбек қорының президенті Сара Алпысқызының арнайы инициативасымен 5 мыңнан астам баланы сол жаңағы біздің жетім балаларға арналған. Иә, жетім балаларға арналған, солардың бәріне сондай арнайы есеп шот ашылып, қазір қаржы бөлініп жатыр. Сол қаржылар жаңағы ертең сол балалардың мектеп бітіргенде жоғарғы немесе техникалық кәсіптік білім алуға мүмкіндік беретін болады. Телефон сұрақ бар екен, тыңдап отырмыз. Үзіліп кетті. Енді мына көрермендерге айтатын өзіңіздің ұсыныстарыңыз бар ма? Ескеретін болашақта осыған байланысты. Енді қазір көрермендердің көбінесе кішкене де болса жаңағы ойланып жүргені, балалар мектеп бітіріп жатыр. Осы балаларым кім болса екен, қайда барса екен деп ойлайды. Соған байланысты 1-2 нәрсені айтып кетейін деп отырмын. Ең біріншіден жаңа біз басын бастадық, ол жаңағы кәсіптік бағдарлау. Бүгінгі таңдағы осы мынау жаңағы модаға салынып жаңағыдай немесе елдің бәрі барып жатқан жаңағыдай жеке-жеке мамандықтарға көп баланың бәрін жібере берудің қажеті жоқ. Әлі де болса бүгінгі таңда біздің еңбек нарығын қарап көру керек. Жаңа біз айтқандай индустриялық инновациялық дамуға байланысты елімізде көптеген кәсіпорындар ашылып жатыр. Сол кәсіпорындарына қандай мамандықтар керек, қандай мамандар керек, сол бағытқа жіберу керек.
Екінші бір айта кететін нәрсе, қазір біз соңғы жылдары, әсіресе өткен жылдан бері, мынау жоғарғы оқу орындарын ықшамдау, ықтималдау жағынан көп әңгіме айтып жатырмыз. Біздің республикамызда соңғы жылдары мемлекеттік емес жоғарғы оқу орындары да көбірек ашылып, бірақ соған байланысты кішкене сапа жағынан да кемшіліктер көп. Сондықтан сапасы төмен жоғарғы оқу орындарына балаларыңызды беріп әуре болудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Өйткені біз соңғы тек қана өткен жылдың өзінде 5 жоғарғы оқу орны жабылды. Соларда оқып жүрген балалар қазір басқа жоғарғы оқу орындарына ауысып, нақты білім ала алмай, сондай жағдайлар қиын болып жатыр. Бірақ әрине ол балалардың бәрін орналастырдық. Бірақ көп ата-аналарға да біраз қиындықтар да туды. Сол себепті жақсы жоғарғы оқу орындарына барған дұрыс деп ойлаймын. Рахмет, құрметті көрермен, сәттілік тілейміз. Болашақ біздің мектеп бітірушілерге, ал келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Осы айтылған сөзді ескергендеріңіз жөн болады. Сізге көп рахмет.